1979 жылы ашылған теңіз кен қойнауы қазір 2,5 мың шаршы метр аумақты алып жатқан әлемдегі ең ірі мұнай өндіруші. Бүгінгі таңда кәсіпорында 3,5 мың адам жұмыс жасайды. 2016 жылы шикі мұнай қорынан алынған өнім көлемі 28 миллион тоннаны құрады. Соңғы 23 жылда 116 миллиард ақш долларын бюджетке салық ретінде төлеген. Оның ішінде 2016 жылы қазақстандық қызметкерлеріне 5 миллиард долларға жуық еңбекақы төленген. Бұл жолғы кездесу ірі компания мен ақтөбелік кәсіпорындар арасында әріптестік байланысты орнатуды, өндірісте отандық мазмұнды дамытуды мақсат етті. Қазір нарыққа танылған 50-ге жуық ақтөбелік кәсіпорын Теңізшевройлмен бірге жұмыс жасауға мүдделі. Қазіргі таңда мынау Ақтөбе менен сіздің компаниясының арасында байланыс бар. Біздің компанияларымыз, кәсіпорындарымыз сіздің компаниямен бірге жұмыс жасайды. Сіздерге керек өнімдерді, қызметтерді жасауға біз енді білеміз, сіздің компанияңыз жылына 1,5-2 миллиардтың доллардың жұмысын жасайды. Ол енді негізінен қазақстандық компаниялар. Біздің енді мақсатымыз, сізді шақырғандағы да ойымыз сол жұмысты ары қарай жалғастыру. Енді біздің мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың саясатын жақсы білесіздер. Біз енді ең бірінші өзіміздің тауар өндірушілерді қолдауымыз керек. Егер олардың шығарып жатқан өнімдері, атқарып жатқан қызметтері қазіргі заманның талабына, стандартына сәйкес келетін болса, солардан алу жөнінен. Кездесу барысында Теңізшевройлға сапалы құрылыс материалдарын, мұнай ұңғымалары үшін тұрбалар, химиялық реагенттер, болат қондырғылар жеткізіп беретін бірнеше кәсіпорындармен байланыс орнату ұсынылды. Одан басқа ақтөбелік өндіріс орындары компанияны ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтитыны, кен орнында бұрғылау жұмыстарын жүргізуде әріптестік орната алатыны да айтылды. Өткен жылы біздің компания жаңа рекорд орнатты. Шикі мұнайды өндіру көлемі 27,56 миллион тоннаға жетті. Бүгінгі таңда компания өндіріс қуатын арттыру үшін 2 ірі жобаны ұсынып отыр. Бұл жобалар жұмыс орындарын ұлғайтуды және қазақстандық тауарлар мен қызметтер санын арттыруды көздейді. Әрине, біз ақтөбелік кәсіпорындармен әріптестікті нығайту жағын қарастырамыз. Біз негізінен жұмысшыларының техникалық қауіпсіздігіне, өнімдердің сапасына, баға саясатының бәсекеге қабілетті болуына басымдық береміз. Консорциум өкілдері Ақтөбеде облыстың бірқатар кәсіпорындарының жұмысымен танысып, әріптестік туралы келіссөздер жүргізбек. Айгүл Байменова, Самат Қалекенов, Қазақстан, Ақтөбе.